Жылқы тас ғасырының соңында қолға үйретілгендігін білеміз. Бірақ неге осы кезде немесе 4000 жылдық қола дәуірінде көшпенділер тарих сахнасына шықпады? Неге тек темірді игерген кезде номадтар дүниені дүркіретті? Көшпенділер мен темір металының арасында байланыс бар ма? Бар. Өйткені қоладан құйылған ауыздық қола әбзелдер атты улаушы еді. Содан жылқы алысқа ұзай алмаушы еді. Ауыздықтар темірден соғыла бастағанда тұрандықтар тұлпарларымен ұшан даланы көктей кесіп өте алатын болды. Темір дәуірмен бірге көшпелі дәуір өмірге келді. Қола дәуірінен темір дәуіріне көшу әп-сәтте жүрген жоқ. Қиын, сондай-ақ бір аласапыран оқиғалармен өрбіп, бір ғасырдан астам уақытты алды. Бұл өтпелі кезеңде қола дәуірінің негізгі сипаты болған қыш құмыралар өмірден ығыса бастайды. Оның орнын көшпелі өмірге ыңғайлы тері ыдыстар көбейді. Құдды өркениет құлдырап кеткендей көрінеді. Бірақ бұл уақытша қиындықтар еді. Өтпелі кезеңде көп жылдары дұрыс түсінбейтін халық. Жаңағындай бүгін қола дәуірінің соңғы күні, ертең сақ дәуірінің бірінші күні деп. Ол тарихта олай болмаған. Арасында жұмбағы көп, түсініксіз шұңғымасы көп. Өйткені өтпелі кезең жүгі өте ауыр болады. Бұл қайтсе де сол мәдени үрдістің босаңсыған кезі болып табылады. Қай мемлекет болсын, қай заман болсын, құрлықтың қай бұрышында, мүйісінде болсын, өтпелі кезеңде кез келген мәдениет қатты босаңсып кетеді. Бытыраңқылық пайда болады, күйреу пайда болады. Содан кейін іле-шала жаңалық басталады. Айтпақшы, қола дәуірінде өмір сүрген тайпалардың аты белгісіз болғандықтан оларды Ресей жерінен табылған деревня атымен Андроновтықтар атап келдік. Ал ерте темір дәуірінде дәурен кешкен тайпалардың аты біздерге белгілі. Олар сақтар. Сақ деген бұл мәдениет емес, сақ деген әлем. Бұл патшалық емес, бектік емес, бір ұлыс емес. Қазір шекарамен шектелген мемлекеттердің мәдениет емес бұл. Сақ деген бұл әлем. Мысалы үшін, сақ деген сөздің өзі парсыдан келеді бізге. Сақ дейді, сақа деген. Анау сол Кир, Дарий патшаларының кезінен келеді ғой, соны жазып қалдырған. Скиф деген Украина жерінде скиф дейді. Ол Геродоттан, гректерден келеді. Сол Украинаны жайлаған сақтарды скиф дейді. Ол да сақтар. Ал біздің Қазақстан жерінде жайлаған скифтерді сақ дейді. Сосын кейде мынау ғылымда скиф сақ мәдениеттер деген бір атау қалыптасқан термин, немесе сақ скиф мәдениеттер деп. Бұнда сол Украинадағы мәдениеттер мен біздің мәдениеттердің жақын екендігін беретін атау. Сосын жеке әр елдің төңірегінде анау скиф, мұнан сақ деп тағы бөліп болады. Ал енді сақты Украинаны қоспаған күннің өзінде, скифті қоспаған күннің өзінде, сақтың өзінің әлем бұл ғаламат әлем ғой бұл. Қола дәуірінде қыс жылы болғандықтан далалық өлкелерде қалалар бой көтеріп дүркіреп тұрды. Ал ерте темір дәуірі басталғанда Сарыарқаның қысы қатал бола түсті. Есесіне жазы қоңыржай әрі шөбе шүйгін шығатын болды. Тарихтың өзі жұрт бұл даланы игергісі келсе, көшпелі өмір салтынан ғана бақыт табуға болатынын көрсетті. Жыл құсы сияқты ұдайы табиғаттың көктеміне ілесіп, бойлық бойымен шырқай көшіп қону көшпелілер өркениетін қалыптастыруға себепші болды. Сақтар біздің жыл санауымызға дейінгі 7 ғасырда еңсе көтеріп, біздің заманымыздың 2 ғасырына дейін дәурен сүрді. Сақтар өркениетінің жүрегі Сарыарқа. Жай ғана жазғы жайлау емес, бұл далада сақтардың қоныстары, кенттері көптеп табылып жатыр. Негізі, кеңес заманда Сарыарқада сақтардың қыстық тұрағы болмаған дейтін тұжырым болды. Алайда 2010 жылы мәдени мұра бағдарламасы аясында табылған. Бұл енді орталық Қазақстанда алтын адамдардан бірінші, енді алғашқысы, пока бірінші. Басқа Қазақстан Республикасы бойынша 4-ші алтын адам. Бұл енді 4-ші алтын адам болып есептейді. Бұның ерекшелігі неде? Бұның ерекшелігі біріншіден 2-2,5 ғасыр басқа алтын адамдарға қарағанда ерте. Ол бір ма? Екіншіден есіктегі бірінші алтын адамнан бір ерекшелігі бар. Есіктегі алтын адам мысалы қаңылтыр болса, фольга болса,
бұл алтын адам сом құйылған. Арқа жерінен алтын киімге оранған сақ патшайымы табылғанда, көшпенділер мұнда тек жаз жайлаған, ешқандай тұрақ тұрғызбаған деген тұжырымға күмән пайда болды. Сақтар көшіп қаңғап жүре беретін ұлт болса, осыншама алтынды қалай жасады? Содан тәуелсіздік жылдары ескі теорияларды тастап, тарихшы ғалымдарымыз арқа даласынан сақтардың қала, ауылдарын іздей бастады. Бізге мынандай ой келді. Сақтар көшпелі халық дейді. Қазақтар көшпелі халық. Осы орталыққан қазақтар, орталық Қазақстан қазақтары тастан қыстау саған. Мысалы, мен өзімнің атамның әкесінің қорасын білем Қарқаралы деген жерде. Оны өзім көрген бала көзімде. Мен 3-ші класс бітіргенде алғаш апарып көргем соны. Балам, мынау менің атам айтады, мынау менің әкемнің салған қорасы деп. Төбесі жоқ, ортан белінен жоқ, іргесі ғана қалған. Мен осы жерде туған екенмін деп. Сонымен ойлайды, біздің атамыз қазақтың қорасы болса, бұл сақтар неге салмайды? Әуелі көшпелі қазақтар қыстауды қайтып салған, соны зерттейді. Сөйтсе, Қазекем қыстықты отырықшы жұрт секілді өзен көлдің жағасына әдемі мүйістерге тұрғызбайды екен. Қораны адамға ыңғайлап емес, малдың қолайына жағатын жерлерге тұрғызады екен. Қазақ қысқа қыстау салатын жер іздегенде қысты күндер іздейтін көрінеді. Сол қар алғаш түсе бастаған кезде осындай бір жұмтал жерлерге бар, осы жерді бір көрейікші деп, бір шана, бөшке бірдеме қалдырып кетеді екен, арба бірдеме, көбінесе шана дейді. Содан кейін қар жауа бастаған кезде, сосын қар бір жауғаннан кейін, содан кейін бір қыстың бел ортасында жаңағы әлсін барып тұрады екен. Жаңағы шана қаншалық көміліп жатыр деп. Сосын ең аяғында қар кете бастағанда барып тағы барады екен. Сол жердің қары біз отырған жерге қарағанда ерте кете ме әлде жататын түрі бар ма деп. Сол бірте-бірте сондай әлгі балаларына қыстақ салады, өріс кеңітеді. Кеңес археологтары сақ қоныстарын судың бойынан іздеген. Бертіндегі отырықшы халық өзен жағасында отырады ғой. Сол дәстүрмен іздеген. Таппаған соң Сарыарқада сақтар қоныс салмаған деген тұжырым жасаған. Бірақ қазақтардың сол кезде арқада қыстайтынын ескермеген. Қазақтың қорасын бақылап зерделемеген. Қазақтың ықтасын жерде дөп табуы бұл бабалар мұрасы. Бәлкім сол заманда да сақтар осындай ұрымтал, ыңғайлы жерлерге қора қоныс тұрғызған болар деп, археологтар қыстақ айналасына археологиялық зерттеу жүргізіп көреді. Сонда қарап отырсақ, мынау атам қазақтың мұжылып құлақ болған қоралары, сол сақтардың қораларын ғылымға алып келді. Көрдіңіз бе? Басында сондай ой бізге келген жоқ, бір рет келіп еді, сөйтсек, өзі тіл жоқ, үн жоқ, мұжылып құлап атқан айдаладағы қоралардың ар жағында сол 2,5-3 мың жылдық тарих жатыр екен осы қоралардың төңірегінде. Орталық Қазақстаннан сақтарға тиесілі 56 қоныс табылды. Қарқаралы, Едрей таулары, Қотыр Қызылтаудың жота ықтастарында сақтың қонысы көп. Сол өлкелерді тыңғылықты зерттесе, алтын киім соққан шеберлердің ұстаханасы табылып қалуы да кәдік. Ал сәл іргеріректе бәлки сақтың алтынға апталған патшалары да жатқан болар. Жалпы мен ойлаймын, осы алтынға орап қою және мына шіліктің алтын киімі бұл әлгі ақыреттік зат емес. Осы тонды, осы алтын шапанды патша әртүрлі қабылдауларда, халықтың алдындағы үлкен бір жиындарда киген болу керек. Алтын киіммен жарқырап жүрген, алтын киіммен көмген. Өйткені алтын шірімейді, алтын тот баспайды, алтын мәңгілік металл. Ең аяулысын мәңгілік сапарға аттандырған сақтар оны мәңгіліктің белгісіне орап жіберген секілді. Екіншіден, шірімейтін металға ең қадірлі азаматын аптау арқылы біздерге болашақ ұрпағына уақыт капсуласын жібергендей ғой. Біздің аталарымыз өздерінің әскер басшыларына, немесе ұру тайпа басшыларына о дүниеге өздерінің кәдімгі қандай бұл дүниеде өмір сүрді, сол күйінде жерлеген. Сондықтан алтындап жерлеу ол біздің мынау территориямызда ондап, жүздеп кездесуі мүмкін еді, бірақ көбісі тұтанған. Ақышев айтады, 100 қорғанның біреуі, екеуі ғана не береді дейді, материал береді деп дейді. Қалған 98-і, 99-і тонналған дейді.
Сақ обалары бірнеше дүркін тонылған. Әуелгі ұрылар көсемнің замандастары болуы мүмкін. Қанша көлемде алтынмен көмілгенін көрді, білді, кейінгілерге айтқанда шығар. Қабір 50-60 жылдан соң тонылған дейді мамандар. Сақ көсемдерінің әбден ұрланған тонылған обаларынан табылып жатқан шөкімде ғана бұйымдардың өзі ғаламат. Оның ғаламаттығы өрнегінде жатыр. Алтын адамдардың үстіндегі киімнің бәрі аңдық стильде жасалынған. Ал енді мүмкін егерде басқадай оймен қарайтын болсақ, сол киімдері арқылы ол өздерінің жазған жазуы ма, коды ма деп ойлауға болады да. Бұл мүмкін бізге өзінің сол кездегі тілімен жазып кеткен бізге келешек ұрпаққа қаты жазуы да болуы мүмкін. Аң стилі. Бұл жүгірген аң құсты бедерлей білуған емес. Бұл құпияға тұнған зооморфтық код жазулар. Сақтардың аң стиль өнері антикалық стиль, өркендеу дәуіріндегі стиль. Готикалық стильдерінен бір мысқал кем емес, ала бөтен жанр. Бір қызығы сол көне стильді бүгінгі зергерлері жасай алмайды. Мәселен, Томирис фильміндегі әшекейлерді қару жарақты соққан шебер үлбіреген алтын алқадағы шүпірлеген бейнелерді бедерлей алмай көп қиналдым дейді. Енді қазіргі 21 ғасыр болғанмен енді небір технологиялар бар, жаңа литейный пештеріміз бар, аргоны, сваркілер. Соған қарамастан енді бұндай бұйымдар жасау өзімізге қиындау болды енді. Зергерді таңғалдырғаны алтын көйлектегі көлемі 1 миллиметрге әрең жететін өрнектер. Ең қызығы, сол тарыдай ғана затқа түймелік жасаған. Микробиумға өрнек жүргізу желімдеу үшін иненің шындай ғана паяльник керек. Әрі оның 1000 градустық ыстық шашуы керек. Ал енді иненің үшінде ғана паяльник керек. Ал иненің үшінде паяльникте 1050 градус жасау, білмеймін, қазіргі технологияда бар ма жоқ па дейді ана. Жаңағы Минасян айтады. Ал енді о заманда қалай осыны қосқан жеткенін менің миым жетпейді дейді. Қарап отырсаңыз, мынау керемет технология. Әлгі бір мақал бар ғой, қандаланы тағалат деген өнердің бір үлкен бір деңгейін суреттейді. Мына сақтар сол қандаланы тағалағаннан ары болмаса бері емес. Керемет өнер жоғары болған. Қазақстандағы бүкіл алтын адамдарды қалпына келтірген реставратор Қырым Алтынбеков. Сол сарыарқаның заманында асыл әйнек, яғни лупа, компьютерге бергісіз құрылғылар болған шығар деп топшылайды. Зергер ретінде менің қиын емес таңғалатыным бар. Таңғалатыным жаңағы біз мысалы кейінгі біздің қолымызға тиіп атқан технологияны соны пайдаланып жасаймыз ғой енді. Ол кезде ондай болған жоқ. Қазір газ бар, бензин бар, горелка дейміз, барлығы неше түрлі бар. Соны пайдаланып отырып, оның өзінде әрең жасаймыз. Біз оның қандай тәсілменен жасағанын білмейміз. Соған қарап отырсаң, егер ондай болмаса, жасау мүмкін емес. Сонда таңғалатынымыз, мүмкін ол да болған шығар ол кезде. Бізге келген жоқ, мүмкін әлі ашылатын шығар, қалай жасағаны. Өйткені қазір оған мән беріп атқан адамдардың аз бар, бірақ аз дүние жүзінде. Енді жаңағы жасаған дүниеге қарап отырып таңғалатыны тек қана жаңағы современный технологияны қолданғанның арқасында ғана жасайтын дүниелерді сол кезде жасап кеткен. Сол таңғалатыным сол. Бірақ әлі соны көргем жоқ. Бірақ ойымда ол сол отырады тұрады. Кетпейтіні. Соған таңғаламын. Сақтардың аң стилі нағыз абстракциялық өнер. Сақтардың осыдан 3000 жыл бұрын-ақ өнердің шарықтау шыңына жеткеніне алтын адам киімінің әрбір түймесі дәлел. Мына Пикассоны қазір батыс Европада Пикассо деп көтерген. Ол мысалы адамның мына жағын салады да, сонан кейін анфасты беріп тұр, соны таңғалдырған, ол тапты, так далее. Мен айтам, ол Пикассо біздің ата-бабамыздың көрген заттарын көріп қалса қазір, ол жылар еді. Бұлар 3000-5000 жыл бұрын оны істеп қойды. Сонда бұлар ойлайды ғой, жаңағы абстракция сол батыс Европадан басталып отыр деп. Міне абстракцияны мынаның өзінен уже табылып отыр, біздің ата-бабаларымыздан. Сонау,
Қара теңіз жағасынан Алтай тауына дейінгі аралықта аң стилінің өрнектері бірдей. Бұл осыншама ауқымды алып жатқан сақ аталған тайпалар бір тұтас ұлт болғандығына дәлел. Көшпелілердің осы бір керемет сәнді өнері даланың төл туындысы емес, Иран алғы Азиядан енген дейтін тұжырым болатын. Ол енді сол 60-шы, 50-шы, 60-шы, 70-шы жылдардың деңгейіндегі әңгіме ғой. Ал қазір Қазақстан жеріндегі сақтардың беріп отырған деректері молдығы сондай. Аң стилінің осы қазақ жерінде қалыптастығында ешкімнің шәгі жоқ. Бірақ жаңағындай қабылан, арыстан сияқты бір образдар бар. Ол образдар келеді. Оған неге келмеске? Ол жаңаған айттық қой, оның алдында сол кезде, сол замандарда байланыс өте қатты болған. Сосын жаңағындай, мысалы Иран жеріне сақтар жаулап алу шапқыншылықтармен барған ғой. Мысалы үшін ежелгі Мидия жеріне барған, солар барған. Солар барғанда алып келген жосындар бар. Ол неге болмасқа? Ол әр елде болады ол. Ол әр елде, әр патшалықта бір-бірін ала береді. Бірақ егер ол жаңағындай сол жақта қалыптасса, ал сол жерде неге ол аң стилі жоқ? Олар жаңағы ықпал береді екен, бірақ өздері неге істемейді соны. Көрдіңіз бе? Ол сол аң стилі ол жердің өзінде болу керек қой. Қытайдың аң стилі деген жоқ. Иранның аң стилі деген жоқ. Жаңағындай жекелеген образдар бар. Ол образдарды жаңағындай тұтас бір заморты код жүйе деп атырмыз. Сонда жүйе олар шығарған жоқ. Ол көшпелілік үрдістен шығады. Ал жекелеген образдарды ол алды, оған бас қатыратын түк те қажет жоқ. Сақтар қай тілде сөйледі? Тарихшылар осы сұраққа келгенде екіге жарылады. Көпшілігі бұл жұрт Иран тілдес еді деген пайым тұстанады. Бірақ бұрын сақ мекендеген жердің бәрінде неге 100% түрік жұрты жайлаған деген сауалға мардымды жауап таба алмайсың. Осы мәдениеттің носитель дейді. Кім деген кезде, сұрақ қойған кезде, осы сақ кезіндегіні қарап отырсаңыз, соның носителі бірінші болып келетіні қазақтар, алтайлықтар, өйткені сондай киімді бүгінгі күнге шейін киіп жүрген. Бүгінгі шейін сол технологиямен киімдерін кестелеп, баптап жүрген осы халықтың қолында тұр. Антропологиясы өзгерсін, тілі өзгерсін, басқа өзгерсін, оның жаңағы қалған сол мәдениеттің иесі болып, осы кісілер күні бүгінге шейін менің көріп отырғаным, осы кісілерден көріп отырмын. Оның біреуін мен мысалы Европадан да, жаңағы Средиземноморский дейміз, о жақтан да Қытайдан көріп отырғаным жоқ. Сақтың бүгінгі заңды жалғасы ол қазақтар. Ғалымдар зерттеп зерделей келе, сақтар мен қазақтың ою өрнегі 60%-дай ұқсас деген қорытындыға келді. Мұндай сәйкестік бірде-бір ұлтта жоқ. Мәселен, қазіргі қазақ өрнегі сол сақтардың аңдық стилінің жалғасы. Бұрын скифтер өсімдіктерді бейнелесе, қазіргі қазақтың келіншектері сол өсімдіктің негізгі деген сипаттарын, белгісін өрнектейтін болды.